Елордада тұтас бір ықшамаудан халқы жақын маңда мектеппен балабақшаның жоқтығына наразы. Айтуларынша, тапшылықтың салдарынан балаларын қысы жазы қаланың бір шетінен екінші шетіне тасып қиналып жүр. Комфорт санатындағы үйді алғанда құрылыс компаниясы мектепте балабақшада болады деп уәде еткен екен. Бірақ 10 мың адамның тұрып жатқанына 2 жылдан асты. Ал уәде сол күйі қалған. Тұрғындардың талабын тілшіміз тыңдап келді. Бір көшені алып тұрған 12 блоктан тұратын комфорт санатындағы тұрғын үй кешеніне тұрғындардың көшіп келгеніне 2 жылдан асып кетті. Құрылысшылар кешен маңайында тұрғындардың ыңғайлығы үшін мектепте, балабақша да салынады деген уәдеге сенген 10 мыңнан аса тұрғын бұл жерге еш ойланбастан қоныс аударды. Алайда әлі күнге дейін не мектеп, не балабақша бой көтермеді. Сәтті қала деп аталатын кешеннен үй алғандар сәтсіздіктен көз аша алмай келеміз дейді. Мәселен, мұнда ғаламтор жоқтың қасы, ал демалса тұрғындар ыстық сусыз амалдауға әлек. Хош, бұқараның бұл жолғы базынасы маңайдағы алып аумаққа мектепте, балабақша да емес, басқа нысанның салынуына байланысты. Шіркеу дегенге түпті қарсымыз. Өйткені бізге керек зат мектеп және бақша. Ген план бойынша бұл серіктің орны балабақша болу керек. Бұл қалай өзгеріп тұр, кім өзгертіп тұр? Ашынған ата-аналардың бірі жақын маңда мемлекеттік балабақшаның жоқтығына шағымданса, енді бірі тіркеу бойынша аудандағы 2 бірдей мектеп балаларын қабылдамай жатқанына наразы. 71-78 мектепке хабарласқанбыз, орын жоқ деп айтқан. Одан кейін бином деген мектепке де хабарластық, ода да орын жоқ деді. Сосын амалсыздан бұрынғы Кенесары деген жаққа тасып жүрдік. Таксимен әлі тасимыз, уже май болды. 1 жыл бойы тасып келдік баламызды. Енді оңай емес қой, барып келуі қазір таксидің өзі қымбат. Тұрғын үй кешендері жаңбырдан кейінгі саңырау құлақтай қаптап бой көтеріп жатыр. Басқалаға ағылып қоныс аударып жатқандардың санында күн санап артуда. Сәт сайын кеңейіп жатқан Елордада бұл мәселе әлі 10-15 жылдай жыр болады дейді урбанист мамандар. Бүгінде Елордада 26 мыңнан аса оқушыға орын жоқ. Дені тар сыныпта білім алып келеді. Ірі мегаполиске 160-тан аса мектеп пен 450-ден астам балабақша әсте аздық етеді. Қалалық білім басқармасы бұған ішкі көші-қонның реттелмеуі себеп деп ақталды. Енді көші-қон ағымына байланысты жалпы мынау Елорда болғандықтан халықтың көп келуіне байланысты енді осы Астана қаласында мектеп тапшылығы да орын алуда. Енді осы оқу жылында 8 мектеп үш ауысыммен оқыды, 18 мектептің бала саны шамадан тыс артты. Енді биыл оқу жылында 11 мектеп пайдалануға беріледі жоспарлануда. Тағы да 24 мектеп салынады деп күтілуде. Аталған мәселе бір емес бірнеше жылдан бері шешімін таппай келе жатыр. Осыған дейінгі білім министрлігі де, қазіргі оқу ағарту министрлігі де жағдайдан хабардар. Алайда одан мәселе шешіліп жатқан жоқ. Салдарынан ата-аналар мен балалары әуре сарсаңға түсіп келеді. Жақын маңайда білім іздегендерге 2 жылда мектеп салынбайынша басқа ауданға барып қатынауға тура келеді. Ал ол нысан бой көтергенше кезекте толыға бермек. Елордадан Мерей Қалиасқар, Айбол Садуов, КТК.